Баршаңызға сәлем достар. Бүгін термомикспен дайындалатын медовый торт дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең әуелі чашамызға бабочкамызды орнатамыз. Үстіне жұмыртқамыз бен қантымызды саламыз. Үстіне шымшым тұзымызды салып, 7 минут скорость 4-ке қойып соғып аламыз. 7 минут өткеннен кейін бабочкамызды алып тастаймыз. Үстіне сармайымызды саламыз және мьотымызды саламыз. Қақпағын жауып 6 минут 70 градус скорость 2-ге қоямыз. Және үстіне қамыр қопсытқышымызды саламыз. Және ұнымызды саламыз. Қақпағын жауып 1 минут қамыр режиміне қоямыз. Қамырымыз дайын болған соң салапанға салып, қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сгущенкамызды құйып және 33% кілегейімізді құямыз. Кілегей болмаса, сармай салуларыңызға болады. Үстіне қаймағымызды саламыз. Барлық қажетті құрамдарын описаниеге жазып қалдырамын. 1 минут скорость 3-ке қойып, айналдырып аламыз. Қамырымыз дайын болған соң 5 бөлікке бөліп аламыз, немесе 4 бөлікке бөлулеріңізге болады. Противенімізге қамырымызды жайып, салып, дөңгелек етіп, кесіп аламыз. Егер сізде арнайы құрал, дөңгелек кесетін құрал болмаса, кәдімгі қақпақпен, қазанның қақпағымен кесіп алуларыңызға болады. Одан кейін шанышқымен тесіп шығамыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Және корждарымызды 180 градуста 10 минут қызартып пісіріп аламыз. Корждарымыз түгел пісіп шықты. Арасына кремімізді жағып шығамыз. Барлығының арасына жағамыз. Кремімізді толығымен жағып шығып, үстіне қалған корждарымызды осылай уатып аламыз. Ол үшін скоростымызды 20 секунд, скорость 4-ке қоямыз. Бетіне сеуіп шығамыз. Тортымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.